Жұма күні кір жууға бола ма? Жұма күні кір жумау ырымы кейбір мұсылман елдерінде де кездеседі. Мысалы, кейбір араб халықтарында жұма күнгі сәске уақыты мен жұманың екінті уақытында кір жуған үйден береке қашып, ырзық несібесі тарылады деп сенетіндер барға ұқсайды. Сол сияқты біздің елде де кір жууды жаман ырым ретінде есептейтіндер де бар. Алайда мұндай нанымдар ешқандай негізі жоқ, ойдан шығарылған ырымдар болып саналады. Керісінше, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәләм жұма күні жуынып шайынуды, онымен қоса үстідегі киімін жуып тазалауды кеңес еткен. Сахаба Әуз ибн Әустен жеткен бір хадисте Алла елшісі саллаллаху алейхи уәссәләм былай дейді: кімде-кім жұма күні жуынып және киімін тазалап жуып, жұмаға ертерек шықса, уағыздың не құтпаның басына үлгеріп, жақын отырып, құлақ салып тыңдаса, оның әр басқан қадамына 1 жылдық оразаның және 1 жылдық тахаджуд намазының сауабы беріледі. Осы хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәләм киімін жуып деген сөзінен жұма күні кір жуудың ешбір әбестігі жоқ екендігін ұғынуға болады. Ендеше жұма күні кір жуудың ешқандай да күнәсі жоқ. Тақырып ұнаса каналға жазылып, қоңырау және лайк басуды ұмытпаңыздар.